Ақылы негіздегі ұлттық бірыңғай тестілеудің бірінші кезеңінде 335-тен аса талапкер сынақ тапсырды. Жаңа форматтағы тестілеуді мектеп түлектері 4 рет тапсыра алады. Қаңтар, наурыз, тамыз айларындағы ұлттық бірыңғай тестілеу жүйесімен тек ақылы бөлімге түсуге болады. Ал мемлекеттік грант маусымдағы тестілеудің қорытындысы бойынша беріледі. Ұлттық бірыңғай тестті тапсырудың ережелері биылда өзгеріссіз қалдырылған. Талапкерлер арнайы тексеруден өтіп, аудиторияларға артық заттарсыз кіруде. Үміткерлерге берілетін уақыт 3 сағат 50 минут. Осы аралықта олар 120 сұраққа жауап беріп үлгерулері тиіс. Оқушылар тест сұрақтарын қиын болмаған айтады. Алайда оқыс жағдайдың алдын алу мақсатында бейне бақылау жүргізіліп отырды. Бүгінгі күн маған өте сәтті күн болды. Басында әрине барлығы да қобалжыды, қорқыныш бар. Бірақ өзімнің дайындалған, оқыған сұрақтар келді. Арқайын тапсырып шықтым. Әрине тексеріс қатаң болды. Барлық талаптарға сай тексерілді. Аудиторияларда кезекшілер. Биыл қаламыздан 1110 бала ұлттық бірыңғай тестіне қатысады. Оның 46-сы білім инновация лицейінің түлектері болса, 352-сі Қарағия ауданының оқушылары. Мамандардың айтуынша, бірінші, екінші және төртінші тестілеуді тапсырған оқушылар білім беру гранттарына үміткер бола алмайды. Оларға тек жоғарғы оқу орындарына ақылы түрде түсуге мүмкіндік беріледі. Ал тегін оқығысы келетін тілек білдірушілер сынақтың 3-ші кезеңіне қатысып, жоғарғы ұпай жинауы қажет. Арнайы сертификат алған ұпайына қарай сертификат беріледі. Соның негізінде олар уже келесі елде қатыспайым десе, баланың өзінің еркінде келесілерге қатыспайым десе, ол ақылы жоғары оқу орнына түсе алады. Ал тегін оқып мемлекеттік грантқа түсем десе, ол міндетті түрде маусым айында ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысу керек. Шекті балл 50 балл, сол бұрынғыдай 50 баллдан төмен алғандар, олар ақылы оқу орнына да түсе алмайды, өкініштісі. Ал 50 балдан жоғары алған балалар мемлекеттік грантқа конкурсқа қатыса алады. Маусым айында да осы кезеңде тек ақылға түсе алады. Ұлттық бірыңғай тестілеудің бірінші легіне номер 8-ші, 17-ші, 18-ші және 19-ші орта мектептерден барлығы 355 түлек қатысты. 328 оқушының орташа балы 73,7% құрады. Ал 88 оқушы 50-ден төмен балл жинаған болса, 75 оқушы 100-ден жоғарғы ұпай жинап, жақсы көрсеткіштерге ие болды. Ең жоғарғы балл 137 болса, ең төменгі ұпай 23-ті көрсетті. Айта кетейік, түлектер сынақ қорытындысын ұлттық бірыңғай тест орталығының тест-центр /kz сілтемесі арқылы біле алады. Айнұр Мейрамбайқызы, Қаршыға Байтөре, жаңалықтар. 2009 жылдан бері ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт саласының мамандарына көтерме жәрдемақы мен бюджеттік несие беріледі. Бұл аталған жылдан бері үкіметтің қаулысына сәйкес дипломмен ауылға бағдарламасы аясында іске асып келеді. Жобаның мақсаты ауылдық жерлерге қажетті әлеуметтік сала мен агроөнеркәсіптік өндірістерді мамандармен қамтамасыз ету, кадрлық әлеуетті қалыптастыру мәселелерін шешуге жағдай жасау. Мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын көрсету жөнінде комиссия да құрылған. Оның құрамында қала әкімдігі мен мәслихаттан, қалалық атқарушы органдардан және қоғамдық ұйым өкілдерінен адамдар бар. Осы күнге дейін бізде қазір 418 мамандар келіп бізден жәрдемақыны алды. Бюджеттік кредитті бізде қазір 58 адам алды осы күнге дейін. Жалпы осы уақытқа дейін 2009 жылдан бері бұл көрсеткіш жәрдемақыны беру 70 айлық есептік көрсеткішпен есептеліп келсе, осы биылдан бастап бұл көрсеткіш 70-тен 100 айлық есептік көрсеткішке көтерілді. Бұл дегеніміз енді қазір 265 мыңнан жоғары келген мамандар жәрдемақыны ала алады. Ал бюджеттік кредит тұрғын үй сатып алуға, оған енді жаңағы айлық есептік көрсеткіштен 1,5 еселенген мөлшерімен алады. Бұл енді қазір 3,970,000 төңірегінде болады. Жаңаөзен қаласында дипломмен ауылға бағдарламасының игілігін негізінен ұстаздар мен дәрігерлер көріп келеді. Өйткені ауылдарда 10-ға жуық орта мектеп пен 1 қалалық емхана және 2 амбулаториялық емхана бар. Бағдарлама арқылы үйлі болған ұстаздардың бірі Меруерт Дауылбаева. Ол Рақат ауылындағы номер 18-ші орта мектепте орыс тіл және әдебиетінен сабақ береді. Ол кезде бізге бөлінген ақшасы 3,785,000 теңге. Ал өзім баспанам 4,5 миллион. Үстіндегі ақшасын өзім төледім. Енді осындай біз сияқты мамандарға осындай мүмкіндік жасағанына үлкен алғысымызды білдіреміз. Бір жолғы төлем ақысы деген бар, оған алдыңыз ба?
Оны осы мектепке 2015 жылы келген кезде алдым. Октябрь айында, қазан айында. Ол кезде 142 мың теңге. Ауылға келіп жұмысқа тұрған бюджеттік сала маманы бағдарламаға қатысу үшін жеке басын куәландыратын құжатта жаңа жұмыс орны бойынша еңбек кітапшасының көшірмесін, білімі туралы дипломның көшірмесін, көші-қон қызметінен алдыңғы тіркелген жері туралы мәліметті және тиісті елді мекенде тұратынын растайтын мекенжай анықтамаларын жинақтайды. Бұл жөнінде толығырақ ақпарат алу үшін Жаңаөзен қалалық экономика және бюджеттік жоспарлау бөліміне хабарласуға болады. Сәбит Бұқпан, Қаршыға Байтөреев, жаңалықтар. 2020-2022 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңға сәйкес 1 қаңтардан бастап республика бойынша зейнетақы мөлшері өсті. Ең төменгі күнкөріс деңгейінің өзгеруіне байланысты базалық зейнетақы 5%-ға артса, ынтымақты зейнетақы 7%-ға көбейді. Осыған сәйкес қазіргі таңда бірінші түрі бойынша ең төменгі мөлшер 16.839 теңгені құраса, екінші түрі бойынша 38.636 теңге. Осылайша бұл өсім еліміздегі 2 миллионға жуық, ал Жаңаөзендегі 10 мыңға жуық зейнеткерге өз ықпалын тигізді. Жалпы жылма-жыл зейнетақы көлемі өзгеріп тұрады. Зейнетақының негізгі көлемі, негізгі зейнетақы және базалық зейнетақы болып екі топқа бөлінеді. Сондықтан негізгі зейнетақы ғана жалпы процентке көбейді, а базалық зейнетақы ол күнкөріс деңгейінің мөлшеріне байланысты есептелінеді. Биылғы зейнетақы мөлшері 7%-ға, жәрдемақылар мүгедектігіне байланысты, асыраушысынан айырылуына байланысты жәрдемақы алушыларға 5%-ке көбейді. Кезекте әлем жаңалықтары. Австралиядағы күзден бері ауыздықталмай жатқан орман өртінен кейін елдегі жағдайды қалпына келтіру үшін 100 жыл қажет. Сарапшылардың пікірінше, өрт салдарынан Австралия ормандарындағы коалалардың 3/1 мерт болған. Сонымен қатар жануарлардың кем дегенде 13 түрі жойылып кеткен. Австралияда 4 айдан бері жалғасып жатқан өрт табиғатқа айтарлықтай шығын әкелді. 1 миллион гектардан аса жер күлге айналып, 1 миллиардқа жуық жануар қырылып қалған. Пәкістанда қар көшкіні құрбандарының саны артып, 100 адамға жетті. Тағы 100 дегені жарақат алған. Табиғи апаттан, әсіресе елдің солтүстік өңірі қатты жапа шеккен. Мұнда біраз мектеп уақытша жұмыс істемейді. Жолдар жабық тұр, ал мамандар қар әлі де жауады деп отыр. Көрші Ауғанстанда да жағдай күрделі. Мұнда күннің күрт суытуы салдарынан 39 тұрғын мерт болған. Үндістанда да қар көшкіні жүріп, адам шығынына әкелді. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Нөмірі 55-48 әскери бөлімнің рота старшиналары біліктіліктерін арттырды. 2 күнге созылған оқу әдістемелік жиын барысында оларға дала асханасында тағам әзірлеудің қыр-сыры, теория және практика жүзінде үйретілді. Қаланың қоғамдық тәртібін қамтамасыз етіп, ел тыныштығын күзету жолында қалтқысыз қызмет ету жүрген сарбаздардың тамағынан арнамыздың тілшісі Сәуле Жолманбетқызы да дәм татып келді. Жылжымалы әскери дала асханасының 4 қазандығы бар. 3 бөлігі, бірінші және екінші тағамдарды әзірлеуге арналған, ал 4-шісіне су қайнатылады. 2 сағаттың ішінде кез келген тамақты пісіріп шығатын көшпелі асхана 130 адамға шақталған, және мұнда арнайы оқытылған аспазшылар ғана жұмыс жасайды. 66-54 әскери бөлімінде арнайы 2 ай сарбаздар оқытылады. Ояқта оқу әдістемелік жиындарынан өтеді 2 ай. Содан кейін аспаздарды әскери бөлімдерге бөледі. Ол аспаздар далаға шығу уақыт кезінде әскери бөлім жеке құрамына далалық асханамен осындай тамақ әзірлейді. Сарбаздарды азық-түлік киім-кешекпен толықтай қамтамасыз етіп, тұрмыстық жағдайын арттыру рота старшиналарының міндеті. Жауынгерлер ай сайын 4-5 күнге далаға шығып, біліктіліктерін арттырып, одан әрі шыңдалып келеді. Сарбаздардың кез келген тапсырманы қалтқысыз орындау үшін тұтынатын тағамдары құнарлы болу керек. Сондықтан дала асханаларының аспаздарына қойылатын талап жоғары. Бөлім офицерлерінің сабақ өткізуімен теория практика жөнінде бола ма 2 күн бойы, сонда қалай? Әлде тек практика ма? Теорияда болады және практикада болады. Теорияны біз бірінші күні өткіздік. Бүгінгі күнде біз
практиканы өткізіп жатырық. Қазір түске дейін практика және түстен кейінде қорытындысын білу үшін рота старшиналарымен тестілеу сұрақтары болады. Осы 2 күндік жиынның барысында қандай білім алғанын білу үшін және өздеріне баға қою үшін. Және осының қорытындысы бойынша, бөлім бойынша бұйрық шығып, жақсы біліктілігін көрсеткен старшиналарды марапаттау жүргізіледі. Мұндай бағыттағы оқу әдістемелік жиын жылда дәстүрлі ұйымдастырылады. Сайыс қорытындысына сәйкес теорияны үздік тапсырған 3-ші жедел мақсаттағы рота старшинасы, 3-ші сынып сержанты Марғұлан Акимешев үздік деп танылды. Ал практика бойынша 2-ші жедел мақсаттағы рота старшинасы аға сержант Бақтығали Мәлік жүлделі 1-ші орынға ие болды. Өз бақтарын сынаған 8 әскеридің ішінен оза шапқандар мадақтама грамоталармен марапатталды. Сәуле Жолманбетқызы, Баққали Зиядинов, жаңалықтар.